Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебінше адамдар арасындағы кездесетін аурулардың 80% түрлі паразиттердің кесірінен болады. Соның есебінен әлемде жыл сайын қаншама адам өмірімен қоштасады. Ағзадағы паразиттер 200-ге тарта ауру туғызатын микроағзалар мен тасымалдаушысына айналуы әбден мүмкін. Ағзадағы паразиттер қауіпті ме? Жалпы олар қалай пайда болады? Ағзада паразиттер бар жоғын қалай білеміз? Баршаңызға сәлем. Бұл пайдалы кеңес арнасы. Бұл видеоны көріп отырсаңыз, менің арнама тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қараңыз, сіз естіп білмеген ақпараттармен бөлісемін. Құрттың адам ағзасына түсуі оңай, ал шығуы өте қиын. Мамандар адам ағзасында 384 түрлі құрт кездесуі мүмкін екендігін айтады. Құрттар бірнеше сантиметрден 2 метрге дейін жетеді. Егер сіздің ағзаңызда құрт болса, иммунитет әлсіреп, вирустық ауруларға тез шалдығасыз. Әлсіздік, бас айналу, буын ауруы мен ұйқысыздық, тез шаршаңқылық пен күйзелістік, асқазан, ішек және бауыр жұмысы бұзылады, аллергия пайда болады және түрлі бөртпелер шығады. Ауыздан жағымсыз иіс шығады, көздің ағы сарғаяды, шамадан көп тамақтану, тері құрғап, шаш түседі. Егер осы белгілерді байқасаңыз, тез арада құрттардан құтылудың жолдарын қарастырыңыз. Әйтпесе, ағзаңыздың біраз бөлігін істен шығарады. Ол үшін дәрі ішудің қажеті жоқ. Халық емін байқап көріңіз. Ішек құрт ауруы паразит аралық ауруларға жатады. Ең көп тараған домалақ құрттар, олардың ішіндегі көбінесе аскаридалар. Бір қарағанда ұсақ паразиттер қауіпсіз көрінгенімен ағзаны улайтынын естен шығармаңыз. Ауру неден пайда болады? Ішек құрттар көп жағдайда ет пен балықтан жасалған тағамдардан түседі. Ал мұндай жолмен түскен құрт ағзада өте қауіпті. Сол себепті олардың дайындалғанда сақтық шараларын ұстанған алдын ала ағзаның жағдайын жасаған жөн. Балықты судан қайнатқан соң салады. Балық салынған соң тағам кемінде 15-20 минуттай қайнау керек. Балықты қуырғанда жұқа етіп турап, кем дегенде 15-20 минут табаның қақпағын жауып қуырады. Балықтан жасалған пісірмелерді 1 сағат пісіру керек. Тұздалған балық дайындау үшін шамамен 10 кг балық 2 кг ас тұзын салып тұздайды. Содан соң 2 аптадан кейін жайып кептіреді. Еттен жасалған тағам дайындау үшін етті салып бір қайнатып суын төккен дұрыс. Содан соң су құйып кемінде 1 сағат қайнатады. Сонда ғана ағзада түрлі паразиттердің түсуі аз болады. Аурудың алдын алу, ішек құрттар пайда болмас үшін сақтану керек. Ол үшін тамақтанар алдында қолды міндетті түрде жуып, таза пісіріп, көкөністер мен жеміс-жидектерді тазалауда мұқият болу керек. Паразиттерден сақтанудың ең тиімді жолы асқабақтың шикі дәні. Ішек құрттардан сақтану үшін емдік шөптерден жасалған шайларды да пайдалануға болады. Егер паразиттер, бактерия, вирустар, саңырауқұлақтар болмаса, бәлкім ұзақ жасар ма еді. Бұрында адамдар өмір сүру жасы ұзақ болған. Ол паразиттердің болмауының әсері. Тепе-теңдікті популяцияны сақтап тұратын табиғаттың құбылысы деп білеміз. Өлімнің 25-35% құрттардың әсерінен болады. Ол бүгінде денсаулық сақтау ұйымының статистикасында дәлелденген. Егер сіз вирустық гепатит болса, лямблиоз, паразиттер ағзаға енетін болса, онда ол өт бауыр ішілік жолдарында пайда болып, ары қарай қабыну туғызуы мүмкін. Апистархи, бауыр құрты бауырда пайда болғанда бауыр рагы туындатады. Аурудың үстіне ауру тудыртады.
Ағзада паразиттердің бар жоғын қалай білеміз? Кішкентай балаларда тіс қайрау, ұйқының бұзылуы, дөңбекшіп, бойының өспей қалуы, психикалық дамуының тежелуі, тістердің шіруі нәтижесінен бөлініп, құрттардың кейбір жағдайларында бөлінуі мүмкін. Паразиттер адамның ағзасын зақымдағаннан кейін сол зақымдалған ағзалардың ауру белгілері көрініп тұрады. Оны зерттеп тексере келе, ол жерде сол ағзаның бұзылатын өзгеріс болмай жатқанынан соң біз оны құртқа тексертеміз. Ол кезде үлкен кісілерде өт жолдарының қабынуы, гастропатия, энтеропатия болып жатады. Ұйқылары жиі бұзылады. Сол кезде қосымша паразиттерге тексерілеміз. Анықталған жағдайда емін жүргіземіз. Паразиттер де жәндік. Олар жан сақтап қалғысы келеді. Кейбір анализдерде паразиттердің бар жоғы білінбейді. Экземалар, аллергиялық жағдайлар кезінде, есек жем көп шыққан кезде белгілі бір себептермен болмаса, паразиттердің бар екенін анықтала бермейді. Көбінесе қаннан, нәжістен құрт көрініс беріп тұрады. Ағзадағы құрттың бар жоғын кез келген науқас талдама жүргізіп, ағзадағы құрттарды анықтауға болады. Ең бірінші нәтижесінде паразиттердің жұмыртқасын іздейміз. Сосын қаннан антидене арқылы анықтайды. Құрт адамдардың ағзасына түскеннен кейін бөгде антидене болып есептеледі. Сол арқылы анықталып жатады. Сонымен қатар басқа ағзада өтіп кететін құрттар болады. Ол жүрекке, миға және бауыр мен бүйрекке өтіп кетуі мүмкін. Ол кезде КТ, МРТ, УЗИ жасалынады. Эхинококк дегеніміз таспа құрттардың бір түрі болады. Ол кезде өкпеде, мида немесе бауырда өсінділер, кисталар болуы мүмкін. Оны зерттеу арқылы дәлелдеп жатады. Құрттардың қайсысы ағзаңызда көбейіп, зақым беріп тұрса, солар қауіпті болып саналады. Ләмбля өт жолдарында, бауырда болса, токсокароз миға барып зақымдайды. Ең қауіптілері қанды бұзатын паразиттер болып табылады. Қайсысы көбейсе де сол жерде қауіп туғызып тұрады. Ішектегі құртты уақытында тазаламаса, түрлі аурулардың пайда болуына септігін тигізеді. Кіндіктің айналасы, буын, асқазан, бауыр ауырып, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Құрттың кесірінен іш қатып, үлкен дәрет бұзылады. Ішек дұрыс жұмыс істемегендіктен асқазан ас қорыту жүйесінде де жүйе жолдарында нашарлайды. Оған қоса теріде ақ, дақ, сүйел сияқты жаралар пайда болады. Ағзаны құрттан тазалаудан алдын шлактан улы заттардан құтылуымыз керек. Ол үшін бір апта бойында асқабақ майын ішсеңіз болады. Құрттан тазарту кезеңі бір аптадан соң түсіретін шөптерді дайындап тұнба ішіңіз. Қалпына келген кезде құрт пен шлактан тазаланған ағзаны қалпына келтіру үшін қатаң түрде диета ұстану керек. Одан бөлек ағзаны қалыпқа келтіретін дәрумендер қабылдап, салауатты өмір салтын ұстану тиіспіз. Міне осы 3 кезеңнен мұқият болсаңыз, көп ұзамай құрттан да арыласыз. Құрттар қанды адамның ішек қабырғалары арқылы сорады. Ішектерде өмір сүретін гельминттер ауыз қуысын бекітетіндіктен қабырғаларды зақымдайды. Нәтижесінде иесі тұтынатын пайдалы және қажетті заттар паразиттердің өсуі мен дамуына кетеді. Яғни сіз қаншалықты тағамдар мен дәрумендерді қабылдаған жағдайда, ол іштегі құрттарды сіз одан жақсы дамытып, оларды өсіруіне жағдай жасайсыз. Ең алдымен ішек құрттарды іштен жойып шығару қажет. Егер іште ішек құрттар көптеп кездессе, дисбактериозды тамақтанудың бұзылуын тудырады. Іштің кебуі, диареямен және ауырсынумен бірге жүреді. Өкпеде құрттардың астма ұстамаларын жөтелді тудырады. Адам ағзасында өмір сүретін гельминттердің қауіптілігі туралы жалпы түсінік болған кезде, адам ағзасындағы паразиттерді емдеу қажет екендігі белгілі болады. Ауырмаңыздар, менің берген кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Алдағы уақытта
осы паразиттерден қалай құтылуға болады, осы паразиттерді қалай жоюға болады, денсаулығымызды қалай 80%-ға дейін жақсарта аламыз. Осы туралы алдағы уақытта видеолар түсіремін. Қарап жүріңіздер, маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк батырмасын басуды ұмытпаңыздар.